Ассаламуалейкум, құрметті патша көңілді көрермен, эфирде шығыс ақпарат жаңалықтар жобасы. Бағдарлама тізгіншісі Қуаныш Рахметоллаұлы. Біздің жобамыз еліміздің ірі тау-кен металлургиялық компаниясы Казцинктің техникалық қолдауымен жүзеге асып жатқан естеріңізге сала кетейін. Алдымен аңдатпа. Өскеменде 100-ден астам үлескерді алдап, 1,8 миллиард теңге жымқырған құрылыс компаниясының өкілдері ұсталды. Жұмысшы мамандықтар жылы, құрылысшы, электрик, дәнекерлеуші. Қазақстанның экономикалық дамуына жұмысшы мамандықтары қалай ықпал етеді? Мұзда балық аулау қауіпті. Өңірде 53 қауіпсіздік шараларын бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Үшінші рет әлем үздігі қазақстандық Анастасия Городко фристайл могулдан әлем чемпион атанды. Қытайға тараған жаңа вирус қаншалықты қауіпті? Қорқуға негіз бар ма? Биыл 600 мыңға жуық азаматтық қызметшінің жалақысы өседі. Жылдары құрылыс саласы елімізде экономикалық өсудің драйверіне айналды. Жылжымайтын мүлік нарығы жоғары сұранысқа ие болды. Ал банктер ипотекалық несиелеуді белсенді түрде дамытты. Үлескерлік құрылыс механизмі осы кезеңде кеңінен тарады. Бірақ кейбір құрылыс компаниялар қаржыны дұрыс басқармады, немесе мүлде алаяқтықпен айналысты. Нәтижесінде жүздеген үлескер аяқталмаған үйлердің алдында қаңырап қалды. Естеріңізде болса, Алматы, Астана қалаларында бар қаржысын құрылыс компанияларына беріп, соңында баспанасыз қалып, алаяқтарға алданып қалған үлескерлер жиі әкімшіліктің алдына шығып мәселелерін шешіп беруін талап ететін. Сонымен ширек ғасыр уақыт өтсе де, жыл сайын баспаналы боламын деген үмітпен соңғы тиындарын санап, алаяқ құрылыс компанияларына алданып, не ақшасыз, не пәтерсіз қалған жандар әлі де бар екен көріп келеміз. Құрылыс компаниялардың жарнамасына алданып, нарықтан төмен баға ұсынған алаяқтардың арбауына түсіп қалуда. Елімізде үлестік құрылысқа қатысты заң күшейтілді. Яғни құрылыс компаниясы кепілдік қорының рұқсатынсыз істі бастай алмайды. Әр үйдің қаңқасын тұрғызбай, үлескерлер ақшасын құрылысқа сала алмайды. Бірақ заңды айналып өтетіндер бар. Қазақстан бойынша қазіргі таңда заңды түрде барлық рұқсаттамалар негізінде салынып жатқан 963 үлескерлік құрылыс нысандары болса, үлескер тартуға рұқсаты жоғы 181. Бұл туралы Қазақстан тұрғын үй компаниясының акционерлік қоғамының ресми сайтында жарияланған. Жалпы үлескерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңы бойынша компаниядан кепілдік алу, екінші деңгейлі банк жобасына қатысу, су жаңа құрылыс салушының өз қаражаты есебінен тұрғын үйдің қаңқасы қалағаннан кейін жергілікті атқарушы органнан рұқсат алу туралы 3 заңды тәсіл қарастырылған. Көп пәтерлі тұрғын үйлерді салуда жеке және заңды тұлғалардан ақша қаражатын өзге тәсілдермен тартуға тыйым салынған. Алайда құрылысты созғанды қойып, ақшасын жеп алдайтын өзге алаяқ компаниялар жетерлік. Естеріңізде осы мемлекет басшысы шенеуніктер құрылыс саласында байқалған проблемаларға көз жұмып, қарамауы тиіс екенін ескерткен. Президент құрылыс экономиканың өте маңызды саласы. Бұған дау жоқ. Астанада құрылыс көп болғандықтан қомақты қаржы бөлінетіні белгілі. Сондықтан адал кәсіпкерлермен қатар түрлі алаяқтар да пайда көріп қалуға тырысады. Кейбір компаниялар құрылыс жүргізуге рұқсат беретін құжаттары болмаса да жұмыс істеп жатыр. Бизнесті тексеруге салынған тыйымды, яғни мораторийді желеу етеді. Сондай-ақ үлескерлердің заңсыз қаражат жинайды. Бұл өте қауіпті үрдіс. Әкімдік құқық қорғау органдарымен бірлесіп, бұл үрдіске тосқауыл қою керек. Мұның бәрі жаңа проблемалық нысандардың пайда болуына әкеп соқтырады. Әкімдік көз жұмып отыра берсе, бұл мәселе ушығып кетеді. Шенеуніктердің мұндай салғырттығы және жауапсыздығы ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан барлық салада, соның ішінде құрылыс саласына заң мен тәртіп болуға тиіс. Мен заңсыз құрылысқа жол бермеу үшін бақылауды күшейтіп, саланы реттеуді тапсырдым, деді елорданы дамыту мәселелері жөнінде кеңесте Қасым-Жомарт Тоқаев. Мыңдаған салымшы сақалды құрылыстан мезі болса, жүздегені алаяқ компаниялардың арбауына түскен. Бұған не себеп? Заңгер Ақерке Шестаевадан сұрап көрдік. Үй алам деп жатқан азаматтарға менің айтарым, біріншіден ЖТ осы құрылыс компаниясын тексеріп алу,
құжаттарының барлығын дұрыс па, дұрыс емес па, заңды түрде ол өз іс-әрекеттерін жүзеге асырып жатыр ма, соны тексеріп, және де осы жергілікті атқару органдарының порталына кіріп, осы құрылыс компаниясы туралы барлық керекті деректерді алып алуларыңызға болады. Және де ең бірінші, егер де сіздер үлескерлер туралы шарт жасайтын болсаңыздар, онда олардың Қазақстан тұрғын үй компаниясының акционерлік қоғамының кепілдігі бар ма жоқ па, соны біріншіден тексеріп алуларыңызды сұраймын. Содан кейін екіншіден жергілікті атқарушы органдардың рұқсат қағаздары болу керек, үлескерлердің қаражатын жинау туралы. Егер де құрылыс компаниясы Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамының кепілдігі болмай, және де жергілікті атқарушы органдардың рұқсатынсыз үлескерлердің қаражатын тартып жатса, бұл деген заңсыз болып есептелінеді. Және де барлық азаматтарға айтарым, бұндай құрылысқа ақшаларыңызды салмауларыңызды сұраймын. Өскеменде жекеменшік санаттағы көп қабатты 62 үй салынып жатыр. Соның ішінде 2 тұрғын үй кешеніне қатысты мәселе күрделі. Үлескерлердің қатысуымен басталған құрылыс созылып кеткен. Ал Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов мәлімдеген деректер бойынша Өскемен қаласында орналған 1,8 миллиард теңгенің жымқырылу жағдайы үлескерлік құрылыс саласында сақтық шараларын сақтау маңыздылығына тағы бір мәрте еске салды. Әлібек Әбділовтің мәлімдеуінше Өскемендегі қос құрылысшы компанияның күдікті деп танылып отырған топ менеджерлері 102 азаматты алдап, тұрғын үй құрылысына жалған келісім шарттар жасасу арқылы үлескер ретінде тартқандығы анықталған. Бұл оқиға азаматтарға үлескерлік құрылысқа қатысуда дұрыс шешім қабылдаудың қаншалықты маңызды екенін көрсетіп отыр. Бүгін таңда құрылыс саласында етек жайған заңсыз әрекеттер әр азаматтың үлескерлік құрылыс дегеннің не екенін нақты білуінің өзекті екенін айқындауда. Әрине, үлескерлік құрылыс тұрғын үйге құрылыс барысында қаражатты салып, қолжетімді бағада пәтер иеленудің тиімді мүмкіндігі. Алайда бұл тек барлық заңды талаптар орындалып, қажетті сараптамалар мен рұқсаттамалар, кепілдіктер болған жағдайда ғана тиімді екенін ескеру маңызды. Ал оны тексеру әр әлеуетті сатып алушының тікелей жауапкершілігі. Заңнамаға сәйкес құрылыс компаниялар үлескерлерден қаражат тарту үшін белгілі бір талаптарды орындауы тиіс. Олардың бірі Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамының кепілдігі болуы. Бұл компания үлескерлердің қаражатын қорғауды қамтамасыз етеді және құрылыс аяқталмаған жағдайда нысанның салынып бітуіне немесе қаражаттың қайтарылуына кепілдік береді. Құжаттардың бар жоғы тексерудің ең тиімді жолдардың бірі Хом-портал кезет платформасына пайдалану. Бұл ресурс арқылы үлескерлік келісімшарттың тіркелгеніне және құрылыс компаниясының қажетті рұқсаттарға екені көз жеткізуге болады. Мамандардың айтуынша көп кәсіпкер мемлекеттік сараптама қорытындысын күтпей, тіпті үлескердің қаражатын тартуға арнайы рұқсат алмастан құрылысты бастап кетеді. Ал қаржылай тығырыққа тірелген кезде салымшылар сан соғып қалады. Қазақстан тұрғын үй компаниясының кепілдігі жоқ құрылыс компанияларына инвестиция салу үлкен тәуекелдерге алып келеді. Өскеменде орын алған жағдайдың нәтижесінде азаматтардың қаражаттарын заңсыз жымқырған 2 күдікті ұсталып, олардың 2,3 миллиард теңге көлемде мүлкіне тыйым салынды. Бұл тергеу әрекеттері зардап шеккен азаматтардың қаражаттарын қайтаруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Алайда мұндай оқиғалардың алдын алу үшін үлескерлер тек сенімді және заңды компаниялармен жұмыс жасалуы ұсынылады. Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары Самат Қайырдинов үлескер болам деген әрбір адам құрылыс салушының мәліметтерін жіті тексеріп, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына барып, толықтай ақпарат алу керектігін атап өтті. Қазіргі күні Хом-портал деген портал бар. Сол порталға кірсеңіздер, ол жерде үлескерлердің қаражатын құрылысқа тартудың рұқсаттама құжаттары бар ұйымдар және сәйкесінше рұқсаттама құжаттары жоқ ұйымдардың тізімдері бар. Сол жерден білуге болады самостоятельно өз еркімен интернет ресурстарынан. Немесе біздің басқармаға келіп, біздің басқармадан ақпарат алуларыңызға болады. Тағы да біздің басқармамен әрдайым біздің басқарманың официальный сайтында бұл ақпараттар
тіркеліп отырады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Біздің басқармада Инстаграмда және бақылау басқармасының егов порталында қазіргі күні біздің басқармамен жаңа айта кеткендей 10 мердігер ұйым әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Интернет желілерінде заңсыз пәтерлердің сатуын жариялаған үшін. Сәйкесінше енді бұл жарияларға сеніп қана договорға тұруға тұрмастан бұрын біздің басқармаға келіп мәлімет алуларыңызға болады, немесе сол ұйымдардан сәйкесінше рұқсаттама құжаттамаларын сұрау керек. Біріншіден ол жергілікті әкімшілік органдарының рұқсаттама құжаттамасы, екінші ол гарантия КЖК. Ширек ғасыр өтсе де үлескер мәселесі Қазақстан үшін өзекті болып отыр. Бұл тек құқықтық және қаржылық емес, әлеуметтік проблема. Мемлекет пен қоғам бұл мәселені шешу үшін бірлесе әрекет етуі қажет. Әрбір қазақстандықтың баспаналы болу арманы әділдікке негізілген жүйенің арқасында жүзеге асуы тиіс. Үлескер ретінде пәтер сатып алу жауапты қадам. Құрылыс компаниясын таңдаудағы негізгі қадамдарды тағы да бір мәрте тоқталып өтейін. Бірінші, үлестік құрылысқа арналған құжаттар, яғни үлескерлердің қаражатын тартуға әкімдіктің рұқсаты немесе бірыңғай операторлардың кепілдігі болуы шарт. Ол Хомпортал KZ құрылыс компаниясының Қазақстан тұрғын үй компаниясының кепілдігі бар жоғын тексеру және жергілікті сәулет құрылыс бақылау басқармасының үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсаттың бар жоғын анықтау қажет. Барлық ақпаратқа көз жеткізгеннен кейін ғана сіз үлескер ретінде қатысуға немесе қатыспауға шешім шығарсаңыз, алаяқ компаниялардың арбауына түсіп қалмайсыз. Бұл өзіңізді және отбасыңызды қаржылық шығындардан қорғаудың тиімді жолы болмақ. Мемлекет басшысының жарлығымен 2025 жылы жұмысшы мамандықтарының жылы болып жарияланды. Бастама жұмысшы мамандықтарды дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болып қалыптасу идеясын насихаттауды көздейді. Жұмысшы мамандықтар жылы не үшін қажет деген көпшілік арасында сауал туындауы мүмкін. Қазақстанда жұмысшы мамандықтарға сұраныс жоғары. Былтыр 270 мыңнан астам бос жұмыс орны болған. Тапшылық әсіресе көлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларында байқалған. Айта кетейік, алдағы уақытта 2030 жылға қарай елімізге 403 мың жұмысшы маманды қажет болады. Болашақтың, яғни қарыштап дамып жатқан техниканың тілін білетін мамандар даярлау қажет. Енді осы ауқымды жұмыстарды атқару үшін 20 өңірдің барлығында өңірлік жоспарлар бекітілді. 13 министрлік салалық жоспарлар әзірледі. Қазіргі уақытта колледждерде 518 кәсіпорын шефтік қамқорлық көрсетеді. Олардың сан 4 мыңға дейін жеткізу жоспарланды. Бұл ретте елімізде бірқатар шаруа атқарылды. Мәселен, техникалық және кәсіби білімге басымдық беріліп жатыр. Биыл сала мамандықтары мемлекеттік тапсырыс 10 мың орынға артты. Оның ішінде 65% техникалық мамандықтарға бөлінді. Осы ретте үкімет жұмысшы мамандықтардың жылын ұйымдастыру бойынша республикалық жоспарды бекітті. Сонымен қатар оқу-ағарту министрлігі 2025-2027 жылдарға арналған кәсіптік техникалық білім беруді трансформациялаудың жол картасын қабылдады. Жоспар 7 негізгі бағытпен 70 нақты қадамды қамтиды. Соның негізінде 270 колледждің материалдық техникалық базасын жарақтандыру, жаңа мамандықтар атласын әзірлеу, кәсіптік бағдар беру тұжырымдамасын жүзеге асыру, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту, сапалы жұмыс орындарын құру және жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеру. Өңірлерде 1000 бейіндік сынып ашу көзделінген. Сонымен қатар жоғары сынып оқушылары колледждер базасында алғашқы жұмысшы мамандықтарын игеруге мүмкіндік алады. Бүгінде Қазақстанда кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде 772 колледж жұмыс істейді. Онда 565 мың студент оқиды. 2024 жылдың қорытындысы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудегі мемлекеттік тапсырыс көлемі 143 мың орынды құрады, ал студенттердің стипендиясы 2 есе өсті. Мемлекет колледждерді жан басына шаққандағы қаржыландырудың жаңа нормативін қабылдады. Қазіргі уақытта бір студентті оқытуға бөлінетін қаражаттың орташа мөлшері 437 мың теңгені құраса, келесі оқу жылынан бастап нақты көрсеткіштерге жеткен колледждер үшін ол орташа есеппен 912 мың теңгені құрайтын болады. Дуальды оқыту жүйесін дамыту және кәсіпорындардың мақсатты тапсырыс негізінде мамандар даярлау үшін бизнес құрылымдар мен инвесторларды белсенді түрде тарту жоспарлануда. Мемлекет басшысы бастамашылық еткен жұмысшы мамандықтардың жылы аясында Астанада техникалық және кәсіптік білім беру студенттерін қолдау және дамыту үшін ұлттық құзыреттілік орталығы құрылды.
Орталық студенттердің кәсіби құзыреттілігі мен дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Сондай-ақ мамандарды қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру және WorldSkills чемпионатынан өткізу базасына айналады. Жұмысшы мамандықтар жылындағы маңызды шаралардың бірі биылғы жылы Ақтау қаласында түркітілдес елдер арасында TurkSkills 2025 алғашқы кәсіби шеберлік чемпионат өтеді. Жұмысшы мамандықтарының жыл аясында Шығыс Қазақстан облысында бірқатар шаралар жоспарланып отыр. Өңіріміздегі ірі кәсіпорындармен бірлесіп отырып, жұмысшы мамандықтардың мәртебесін арттыру бойынша кешенді іс-шаралар жоспары бекітілді. Қазіргі таңда облыстың 38 колледжінде 19.966 студент білім алып жатыр. Оның ішінде 5.000-ға жуық студент оқу орнын аяқтағаннан кейін өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасады. Бұл 86,16% көрсеткішін құрайды. Өңірде мектеп, колледж, кәсіпорын жүйесі аясында кәсіптік бағдар беру жұмыстары қолға алынған. Бұл жүйе шеңберінде кәсіпорындарда оқушылар үшін шеберлік сыныптары, ашық есік күндері мен экскурсиялар өткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар оқушылар арасында кәсіби конкурстар ұйымдастырылып, үздік қатысушыларға кепілдендірілген жұмысқа орналасу мүмкіндігін қарастыратын арнайы сертификаттар беріледі. Алдағы уақытта мектеп, интернат, колледж кешендерін ашу арқылы колледжді жоқ аудандары тұрғындарына сапалы білім беру жүйесі құрылмақ. Облыста дуальды оқыту жүйесі жақсы жолға қойылған жақсы білеміз. 27 колледжде және 448 кәсіпорында жүзеге асырып жатқан бұл жүйе 5000-нан астам студентті қамтиды. Бұл олардың тәжірибелік дағдыларын нығайтып, еңбек нарығында сұранысқа ие болуына ықпал етуде. 2025 жылдан бастап өңірде құрылыс, ауыл шаруашылығы, авиация, энергетика, су көлігі сияқты бағыттар бойынша жаңа жұмысшы мамандықтар ашылмақ. Сонымен қатар серпін жобасы қайта жанданып, студенттерге шығыста білім алуға мүмкіндік берілмек. Ал Өскемен жоғары политехникалық колледждің директор Исатай Исін жұмысшы мамандықтар даярлау бойынша колледж тарапынан атқарылып жатқан игі бастамаларымен бөлісті. Жұмысшы мамандықтар біздің экономикаға өте қажетті. Мысалы, 52% жұмыс орнын осы жұмыс мамандықтар деп табылады. Сондықтан бүгін таңда жаңа жобалар орындалса, мысалы энергетика саласындағы 99 жоба 5 жылдың ішінде жобаға іске асырылады. Оның ішінде біздің қаладағы ТЭЦ, оған қажетті 83 маман керек болады. Сондықтан жұмысшы мамандықтарды дайындау және жас мамандарды осы салаға тарту біздің негізгі мақсатымыз. Енді айтсақ, бүгін жастарды, мысалы, жас мамандар дайындау үшін жақсы механизмдер бар. Ол біріншісі дуалдық оқыту. Дуалдық оқытуда мысалы студент өндірісте жұмыс істеп, кәдімгі бізде қажетті құқықтық нормативтік құжаттар бар. Сондықтан осы дуалдық оқумен оқыған, оған стажына кіреді және жалақы алады, және міндетті түрде осы салада керекті білімдерді, егер ары қарай жұмысқа барса, ол дайын маман, оны қайтадан оқыту қажеті жоқ. Және мысалы біздің Согралық ТЭЦ салсақ, мысалы или Өскемен ТЭЦте, ол жерде біздің түлектер бітіріп жұмысқа орналасады, и осы өндірісте де университеттің кафедралары ашылған. Сондықтан олар жұмыс істеп, ары қарай оқып жатыр, и осы салада жақсы маман болып, ары қарай өсіп келеді. Қыс мезгілі басталғанда көптеген тұрғындар мұзда балық аулауға шығады. Бұл әрекет бір қарағанда қызық әрі табысты болардай көрінгенімен оның өзіне тән үлкен қауіптілігі бар. Мұздың қалыңдығы, аулау аймағының қауіпсіздігі, мұз астындағы жағдай бәрі де адам өміріне тікелей әсер етеді. Осы себепті төтенше жағдайлар қызметкерлері арнайы рейдтер ұйымдастырып, адамдарды мұздағы қауіптер туралы ескертті. Қыс мезгілінің басынан бастап, еріктілермен және полицейлермен бірлесіп мұзда 3000-нан астам профилактикалық рейд ұйымдастырылды. Тұрақты негізде нұсқамалар таратты. Құтқарушылар су айдындарында қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қалыңдығы 35 сантиметрден кем мұзға шыққан кезде өзімен бірге сықырық, құтқару жилеті, шилтс диаметр кемінде 11 мм, арқан ұзындығы кемінде 12 метр болу керек, ұзындығы кемінде 2 метр таяқ болу қажет екенін атап өтеді. Қауіпсіздік шараларын бұзушылар әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 412 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады деп атап өтті Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығының орынбасары.
Өңірде 53 қауіпсіздік шараларын бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мұз астына түскен адамды қалай құтқаруға болады? Өзіңізді кез келген ұзын таяқшамен, тақтаймен, полюстен немесе арқамен қаруландырыңыз. Содан кейін қолдарыңыз бен аяқтарыңызды кең жайып алдыңызды құтқару құралдарына итеріп жусанға қарай абайлап жүріңіз. Судағы адаммен бірнеше метр қашықта тоқтаңыз, оған арқан лақтырыңыз, таяқ немесе полюс беріңіз. Жәбірленушіні мұзға абайлап шығарыңыз да қауіпті аймақтан шыққан жерге қарай жорғалап шығыңыз. Жедел жәрдем шақырыңыз. Тез әрекет ету керек, бірақ дүрбелең әбігерсіз. Төтенше жағдай кезінде 112 нөмірі бойынша хабарласыңыз. Сондықтан қысқы мұзда балық аулау қауіпсіздігін шараларын қатаң сақтау талап етіледі. Шығыс қазақстандық фристайлшы Анастасия Городко жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алтын мен күміс медаль жеңіп алды. Бұл күндер Алматы қаласындағы Шымбұлақ тау шаңғысы курортында фристайлдың могул түрінен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр. Жарысқа Жапония, Франция, Оңтүстік Корея, Швеция, ақш, Чехия, Германия мен Швейцариядан келген спортшылар қатысуда. Биылғы чемпионатта барлығы 53 спортшы бақ сынап жатыр. 2 күндік жарыс қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан облысының өкілі Анастасия Городко қыздар арасындағы параллель могул сайысында алтын, ал жекелей сында күміс медаль жеңіп алды. Анастасияның тамаша нәтижелерінің арқасында Қазақстан құрамасы жалпы медальдар кестесінде 2-ші орынға сенімді түрде орнықты. Алғашқы орында Жапония командасы тұр. Олардың еншісінде 2 алтын және 1 қола медаль бар. 3-ші орынға Чехия құрамасы көтерілді. Олардың қоржында 1 алтын медаль бар. Айта кетейік, 2022 жылғы әлем чемпионатында Городко 3 жүлде жеңіп алған еді. Ол параллель могульда жеңіске жетіп, жекелей сынды және аралас командалық сайыста 2-ші орын алды. Сонымен қатар 2024 жылғы әлем чемпионатында Городко могульда 1-ші, параллель могульда 2-ші орын иеленген еді. Қазақстандық спортшының бұл жетістіктер оның фристайл могульдағы әлемдік деңгейдегі лайықты спортшы екен тағы бір дәлелдеп отыр. Қытайға тараған жаңа вирус қаншалықты қауіпті, қорқуға негізі бар ма? Бұл туралы бірқатар әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары хабарлап жатыр. Олардың ақпары бойынша метапневмовирус деп аталатын дерт ковидке қатты ұқсас. Ең алдымен адамның өкпесін зақымдайды екен. Сонымен қатар науқастың тамағы ауырып, басы айналады. Вирусқа қатысты дәрігердің пікірін біліп көрген едік. Бүгінге дейін өңірде метапневмовирус тіркелген жоқ. Қазір тұмаудың өршіп тұрған маусымы облыстағы балалар мен ересектер арасында тұмау қатты жүріп жатыр. Дегенмен де эпидемиологиялық кезеңге сақадай сай екенімізді айтқым келеді. Қазан айынан бері денсаулық сақтау министрімен жіті байланыстамыз. Штаб құрылып, төсек орындар қажетті дәрі-дәрмек пен аппараттар дайындалды. Мәселен, сіздер қазір қалалық нөмірі 4-ші аурухананың респираторлық орталығында тұрсыздар. Өткен жылы қаңтар айында орталықта бір уақытта 130 адам ем алып жатқан еді. Ал биыл 40 науқас ем алуда. Сондықтан да біз кез келген вируспен күресуге дайынбыз. Тіпті ол асқынып пневмонияға айналған жағдайда да. Осы орайда пайдаланып шығыс қазақстандықтарды сабырға шақырғым келеді. COVID-19 кезеңіндегі сияқты аурухана қабылдаудан бас тартты. Дәрігерлер бізге ем алуға келісім бермеді дегендей дүрлігу болмайды. Сіздер ем алатын фильтрдегі дәрігер болсын, отбасылық дәрігерлер болсын, біз барлығымен метапневмовирус жайлы бірлескен семинар өткіздік. Қалай емдеу қажет, қандай қадамдар жасау қажет сынды сұрақтардың бәрі қамтылды. Тағы да қайталап айтамын, өзім емдеймін, үй жағдайында емдеп алуға болады деген жаңсақ пікірді қою қажет. Бұл вирусқа шөп, қайнатпа, витамин көмектеспейді. Бақылаусыз босатылып жатқан С3-ке де алданып уақыт өткізіп алмауларыңызды сұраймыз. Өйткені вирустық пневмония кезінде ол көмектеспейді. Әрине, бұл вируста да осал топтар жоқ емес. Атап өтсек, қант диабеті, жүрек қан тамырлары ауыратын жандар үшін созылмалы өтуі мүмкін. Гематолог-онколог мамандардың есебіндегі жандар. Метапневмовирустың бастапқы формасы болсын. Кез келген адамды қабылдаймыз. Бақылауға алып, вируспен күресеміз.
Биыл 600 мыңға жуық азаматтық қызметшінің жалақысы өседі. Бұл туралы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында жарияланды. Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмасын орындау мақсатында биыл азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын орташа есеппен 20%-ға кезең-кезеңмен арттыру жалғасады. Азаматтық қызметшілердің қатарына кімдер жатады? Олар есепші, экономист, заңгер, мұрағатшы, кітапханашы, мұражай танушы, орманшы, техникалық мамандықтар және басқа да сала мамандары. Осылайша 2022-2025 жылдар аралығында азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысы 2 есеге артпақ. Құрметті көрермен, сіз әлеуметтік маңызды оқиғаның куәсі болсаңыз, фотосуреттер мен видеоларды экранда көрсетілген телефон нөміріне жібере аласыз. Ал жобамызға қолдау көрсеткен Казцинк компаниясына алғысымызды білдіреміз. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.